Сәлеметсіздер ме? 6 сынып оқушылары, біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 1-90-ға арналған бірінші бір жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: төменде берілген мемлекеттердің дамуындағы ерекшеліктерді жазыңыз. Түрік қағанаты. Мұқан қағанның тұсында түрік қағанаты Азияның ең мықты елдердің біріне айналып, алып империяларға қарсы тұра алатын деңгейге жетті. 568 жылы түрік қағанаты 4-шілік аймаққа, ал 576 жылдан бастап 8-шілік аймаққа бөлінді. Түркілер мемлекетте тәртіп орнатты. Жаулап алынған халықтардың дербестігі сақталды, және олар қағанға алым-салық төлеп отырды. Түргештер. Түргеш қағанаты сұлу қаған билік еткен тұсында күшейді. Түргештер оңтүстік-батыста арабтармен қиян-кескі күрес жүргізді, ал оңтүстік-шығыста Қытай басқыншылығына төтеп берді. Солтүстік-шығыстан шығыс түрік қағанаты қауіп төндірді. Келесі Қарлық қағанаты. Қарлықтар шонжарлары Жетісуды 200 жылға жуық билік етті. Осы кезде Қарлық билеушілері өздерін жабғу деп атады. Қарлық қағанатында басқарудың әкімшілік әскери жүйесі орнықты. Оғыздар. Оғыз мемлекеті Еуразияның саяси және әскери тарихында маңызды орын алды. 965 жылы олар Киев Русімен одақтасып, Хазар қағанатын талқандады. Шахмәлік тұсында Оғыз мемлекеті күшейіп, 1041 жылы Хорезмді жаулап алды. Қимақтар. Қимақтар сыртқы жаудан қорғану үшін және өз жерін ұлғайту үшін көршілес елдерге жиі шапқыншылық жасап отырған. Қимақтар арасында қолөнер дамыды. Олар мата тоқып, киім тікті, металл бұйымдар шығарды, темір, күміс, алтын өндіріп, металл құйды. Келесі екінші тапсырма: Оғыз мемлекеті мен Қимақ мемлекетінің дамуындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды жазыңыз. Оғыз мемлекетінің басшысы Жабғу аталған. Сонымен қатар Жабғудың әйелі Хатун билікке араласты. Махмұд Қашқаридың деректері бойынша Оғыздар алғашында 24 тайпадан құралған дейді. Қимақ мемлекеті. Қимақ мемлекетінің билеушісін Қаған деп атаған. Қимақтардың тайпалық одағы 7 тайпадан құралған. Ұқсастықтары: билік мұрагерлік жолмен берілген. Екі мемлекетте мал шаруашылығымен айналысты. Екі мемлекетте Қазақстан аймағында өмір сүрді. Оғыздар Сырдарияның төменгі ағысынан Еділдің төменгі бойына дейінгі орасан зор территорияны мекендесе, Қимақтар мемлекетінің орталығы Ертістің орта алабында болған. Соңғы үшінші тапсырма: деректен үзінді оқи отырып, төмендегі сұраққа жауап беріңіз. Сіздерге күлтегін жырдан үзінді берілген. Осы бойынша сұрақтарға жауап береміз. Білге қағанның мемлекетті нығайтудағы рөлі қандай? Білге қағанның мемлекетті нығайтудағы рөлі орасан зор. Білге қаған тұсында елде бейбітшілік орнады. Білге қаған інісі Күлтегінмен бірге елдің қамы, жердің тұтастығы үшін күресіп, көшпелілер тарихында ұлы империяның іргесін бекітті. Білге қаған аш халықты аяққа тұрғызды, кедейді байытып, азды көбейтті. Білге қаған түркі халқы үшін түн ұйықтамай барын салды. Білге қаған билік еткен кезең түркі елінің бақытқа кенелген уақыты. Көне түрік жырының тарихи маңызы неде? Менің ойымша, бұл көне түрік жырының тарихи маңызы елді көркейту, мемлекетті қорғау, кеңейту, ұлтты сақтап қалу сияқты қаһармандық ерлікті, мақтан тұтуға лайықты іс-әрекеттерді кейінгі өскелең ұрпаққа насихат етіп жеткізу. Көне түркі жырының басты мақсаты халыққа жақсы өмір сыйлап, бақытты да әділетті қоғам құру болды. Осы жолда ел қамы үшін күрескен ата-баба ерлігі болашақ ұрпақ жадында сақталу үшін осы көне түрік жыры жазылған деп санаймын. Осымен БЖБ тапсырмалары аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.